Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ауызашар уақытысына таптырмас ас түрі талқаннан жасалатын жент жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге мейіз, маргарин, қант, тары және жүгерден жасалған талқан қажет болады. Ең алдымен маргаринімізді осылай табаға салып, астын өте баяу отта майымыз ерігенше қойып алатын боламыз. Маргаринді өте қатты ысытуға болмайды. Орташа ерігеннен кейін талқанымызға қосатын боламыз. Талқанымызды осылай құрғақ ыдысқа салып аламыз. Екі түрлі талқанды араластырып саламыз, сонда жент өте дәмді болып шығады. Талқанымызды осылай бір-біріне араластырамыз және де оның үстіне қантымызды саламыз. Қант немесе қант ұнтағын қоссаңыз да бола береді. Қантымыз талқанға араласып жақсы сіңісу керек. Сол үшін бірнеше мәрте жақсылап араластырамыз. Бірден бәрін салмай, осылай кезек-кезекпен қантты салып, талқанымызды араластырамыз. Қантпен жақсылап араластырып болған соң, үстінен жуып кептірілген қара мейізімізді саламыз. Өз таңдауларыңызға қарай кез келген құрғақ кепкен жеміс түрін қоса берулеріңізге болады. Талқанымызды, қант және мейізімізді осылай бірнеше мәрте жақсылап араластырамыз. Бұлардың бәрін араластырып болған соң, үстіне еріген маргаринімізді құямыз. Маргаринді бірден бәрін құймай, алдымен жарты бөлігін құйып, талқанымызды араластырамыз. Ол араласқан соң үстінен қалған маргаринімізді құямыз, сонда талқан бір келкі тегіс болып араласатын болады. Жентіміз осылай дайын болады. Келесі кезекте оны тарелкаларға салатын боламыз. Өз қалауларыңызға қарай түрлі пішінде салсаңыздар болады. Мен осылай кесеге салып алдым. Кесеге салып, үстінен нығыздап бастым. Одан соң оны тарелкеге аударатын боламыз. Өз қалауларыңызға қарай кіші кесеге немесе үлкен кесеге салсаңыздар болады. Менде осындай домалақ формада жент дайын болды. Келесі кезекте менде осындай формочка болды. Жүрек пішінде соған жентімді жан-жағынан салып орналастырып шықтым. Жентті салған кезде әрбір бөлігі тегіс салынғаны өте маңызды. Жентті осылай салып алып, тоңазытқышқа 15-20 минут уақытқа қалдырамыз. Сонымен қатар немесе жай ғана тарелкеге осылай қолмен жентті салып, қалыңдау формаға келтіріп, салып қойсаңыздар да болады. Жентті дайындап салып болған соң міндетті түрде салқын жерге немесе тоңазытқышқа қойып алу қажет. Сонда майымыз сіңіп, жентіміз қатты формаға ие болады. Менің жентім дайын болды, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде оразаға дайындап көріңіздер, ас болсын.